Түскі ас ішкеннен кейін жұмысқа деген ынта жоғалып, білек сыбана кірісу кейде қиындайды. Бұл әлсіздік пе, әлде жалқаулық па? Расында бұл табиғи құбылыс. Жалғыз адамдар ғана емес, кей жан-жануарлар да бұндай босаңсу болады. Түсте аз уақыт көз шырымын алу ағзаның бір қалауы дейді зерттеушілер. Әсіресе ыстық аймақтарда түс ауа бір тынығып алу көп кездеседі екен. Түскі астан кейін ұйқының келуі де табиғи әрі физиологиялық құбылыс болып табылады. Ал ұйқы келмеу үшін не істеу керек? Жаттығу жасау. Түскі астан кейін оңай әрі жеңіл жаттығулар жасау керек. Эндорфин мен адреналин гормондары көбірек бөлініп, ұйқы қашып босаңсу бойдан арылады. Ағзаға күш жиналып, жұмысқа құлшыныс артады. Монитордан алыс болу. Кеңседе жұмыс істейтіндер уақытының көбін монитор алдында өткізеді. Мұндай қызметкерлер үшін түскі астан кейін жарты сағат таза ауада тыныққан абзал. Болмаса бірден мониторға үңілмей басқа іспен уақытша айналысса, ұйқыда келмейді, дененің саулығына да пайдалы болады екен. Музыка тыңдау. Түскі астан кейін бір ауық сүйікті музыкаңызды тыңдауда ұйқыдан арылтады екен. Бастысы айналаңыздағы әріптестерге кедергі келтірмесеңіз болғаны. Құлақтан кіріп бойдалған тамаша әуен көңіл күйіңізді көтеріп, жаныңызды сергектер түсері анық. Шоколад жеу де адамға сергектік сыйлайды. Эндорфин қуаныш гормоны көбірек бөлініп, құлшыныс артады. Ащы шоколадтың пайдалы екенін де ұмытпаңыз. Салқын душқа түсу. Жұмыс кезінде душқа түсуге мүмкіндік көп бола қоймас, ал карантинде үйден жұмыс істеп жүрсеңіз, бұл амал көмектеседі. Күн райы болмаса, үйіңізде жылы болса, түскі астан кейін салқын душқа түсіп шықсаңыз, ұйқыңыз ашылып, бойыңыз сергіп қалады. Түскі ас құнарына мән беру. Түс ауа сізді аса маңызды істер күтіп тұрса, оның да алдын алуға болады. Ол үшін түсте тамақтанғанда глюкоза мен көмірсуі аз, ас ішіңіз сорпа, майға пісірілмеген ет және түрлі салаттарды жесеңіз болады. Шай да сергектік сыйлайды. Бұл қарапайым бір жолы болып табылады екен. Тағы да бір қызықты жайт, көптеген психолог маман түскі астан кейін ұйықтап алуға кеңес береді. Түсте ағзамыздың шаршайтын себебі тамақтанып алғанын емес, негізінде сағат 1 мен 2 аралығында қызметте жүрген адамның ұйқысы келеді екен. Алғашқы кеңесіміз ұйықтап алу. Алайда сағаттап емес, креслоңызға жайғасып алып, 15 минутқа ұйықтап алыңыз. Мұның арқасында миыңыз демалып, ағзаңыз қабылдаған асты қорытып алады. Содан соң жұмысыңызды ары қарай жалғастыра беруіңізге болады. Айтпақшы, осындай түскі уақыттағы 15 минуттық ұйқы сіздің жұмыс істеу қабілеттілігін 40%-ке арттырады екен. Сонымен қатар, егер сіз түскі асқа тойып тамақтанып алсаңыз, ағзаңыз қорыту үшін көп күш жұмсайды да, сіздің жұмыс істеу қабілетіңіз азаяды. Әсіресе оқуда жүргеніңде түстен кейін ұйықтағың келіп шаршап, сабақта әрең отырасың. Сондықтан түскі асқа жеңіл тамақтанған дұрыс. Жұмыс уақытында бірнеше рет 5 минуттық үзіліс жасап, жеміс-жидек, жаңғақ, тіпті шоколад жеп алып тұруыңыз керек. Осындай әдістерді пайдалансаңыз, жұмыс күні жеңілірек өтетініне күмән жоқ.